Укроп қосылған өте ерекше дәмді қамыр илейтін боламын. Дайын болған сорпамыздан ыдысымызға 2 қозы сорпамызды құйып аламыз және укропты уақтап турап сорпаға араластырамыз. Татымына қарай тұзымызды салып араластырамыз. Араласқан сорпамыздың үстіне ұнымызды салып қамыр илейміз. Иін қандырып илейміз. Көріп тұрғандай жұмыртқа қоспаймыз. Жұмыртқасыз да езілмей керемет болып піседі. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа демалдырамыз. Осылайша демалған қамырымызды илейміз. Арасына ұнымызды салып, жұқа етіп илейміз. Дайын болған қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Көріп тұрғандай укроп қосылған қамырымыз өте керемет жұқа иленді. Дайын болған сорпамызға қамырымызды бір-бірлеп салып 5 минут пісіріп аламыз. Піскен қамырымызды сүзіп, табағымызға саламыз. Көріп тұрғандай укроп қосылған қамырымыз езілмей пісті. Дәмі өте ерекше болады. Менімен бірге дайындаңыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар.